Мақсатқа тек қателік жасап, тәжірибе жинау арқылы жетесің. Егер тәуекелшіл болмасаңыз, бизнеске тұмсығыңызды сұқпаңыз. Жұмыс істеудің тағы бір тәсілі пайда болса, оның жолын тез арада тап. Мен ешқашан жеңілген емеспін. Тек жүзеге аспайтын 10 000 тәсілді байқап көрдім. Біздің ең басты қателігіміз нәтижесін көрмей жатып тез беріле салуымызда. Табысқа жетудің ең сенімді жолы тағы бір рет қайталап көру. Күнделікті өмірде кейде біздің жақсы қасиетімізден гөрі жағымсыз қылығымыз тартымдырақ көрінеді. Біз барлығын қолымыздан келгенше соңына дейін істесек, нәтижесіне өзіміз таң қалар едік. Жүрек үнемі ақылды ақымақ қылады. Адамдар өз мүмкіндіктерін өздері босқа жіберіп алады, өйткені ол қолына күрек пен балға ұстаған жұмысқа ұқсайды. Адамдардың көпшілігі күндердің күні бай болып оянатындарына сенеді. Олардың ойы жартылай дұрыс, өйткені олар бір күні шынымен де оянады. Бәрі өзіңіз жадыда шағымданғанмен ешкім өзінің ақылына шағымданбайды. Басқаларсыз да амалдай аламын деп ойлайтын адам өте қателеседі, бірақ басқалар өзінсіз іс тындыра алмайды деп ойлайтын адам одан бетер қателеседі. Күндіз түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Уақыт 4 затты жақсы білінеді. Ескі ағаш жанғанға жақсы, ескі вино ішкенге жақсы, ескі дос сенгенге жақсы, ескі автор оқығанға жақсы. Ешкімді ұнатпайтын адам ешкімге ұнамайтын адамға қарағанда әлде қайда бақытсыз. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Рахметі жоққа қызмет көрсетсең ештеңе етпес, ал оңбағанның қызметін қабылдау зор бақытсыздық. Ұлы ақыл иелеріне аз сөзбен көпті білдіру тән болса, ақылы шамалы адамдар керісінше көп сөйлеп ештеңе де айтпау дарынына ие. Адам жақсылыққа өз еркімен бет бұрса ғана нәтиже шығара алады. Өзіңіздің басты дұшпаныңызды білгіңіз келе ме? Айнаға қараңыз. Соны жеңсеңіз, қалғандарын жеңу қиынға соқпайды. Мен бақытқа бастайтын жолды білмеймін, бірақ сәтсіздікке ұшырататын жолды білем. Ол бәріне бірдей жақсы көріну. Білім деген даналық емес, даналық деген білімді кәдеге жарату. Адамдар өз-өздерін депрессияға ұшыраған кезде ойлайды. Ешкім ешкімді тастамайды, тек мықтылар алға қарай кетіп қалады, ал артта қалып қойған әлсіздер өздерін тастап кетті деп ойлайды. Егер адамдар өздері туралы жақсы нәрсе айта алмаса, бөтен біреулер туралы жаман нәрсе айтады. Бөтен адамды жоғалтып алам деп қорқып өмір сүргенше, өмір бойы өзіңдікін іздеген абзал. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш.
Кейде өмір екі адамды бір-біріне қаншалықты қымбат екенін ұғындыру үшін ажыратады. Жеңіске сенген кезде сен жеңесің, өйткені жеңіс саған сенеді. Ақырын жүрсең, сорың сені қуып жетеді, жылдам жүрсең, сен сорыңды қуып жетесің. Егер сен бір нәрсені қаласаң, бүкіл әлем оның орындалуына себепші болады. Кейде сенің артыңнан кім ілесетінін көру үшін алға шығуың керек. Кейде сені кім тыңдайтынын байқау үшін даусыңды бәсеңдетіп сөйлеуің керек. Кейде бәрі астан-кестен болып жатқанда сенімен кімнің қалатынын білу үшін қате шешім қабылдауың керек. Арманыңның орындалуына бір нәрсе ғана кедергі, ол сәтсіздік туралы қорқыныш, қалғандары себеп. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ал ірілердің арасында өзің де өсесің. Бір проблеманың шешімінен екінші проблема туындайды. Өзіңе сенші, сол кезде өміріңді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Ұлылардың өзінің секілді қарапайым адам екенін ұмытпаңыз. Ақылы тар адам өз пікірін өзгеге таңуға бейім болады. Әркім түсінгенін естиді. Ойлау оңай, әрекет қиын, ал ойды әрекетке айналдыру ең қиын нәрсе. Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алалық. Қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Адамның мінезі жайлы білгіңіз келсе, оның өзіне пайда әкелмейтін адамдармен қалай сөйлесетініне назар аударыңыз. Өзіңізді өз қателіктеріңізден жоғары бағалаудың керек жоқ, және өзіңізді кемсітудің де керегі жоқ. Ерегісіп тұрған екі адамның төрелігін айтсақ былай болады. Сол екі адамның қайсысы ақылдырақ болса, даудың басталуының кінәсі соның мойнында. Зираттағы ең бай адам болу мен үшін маңызды емес. Маңыздысы ұйқыға жатар кезде өзімнің расымен ғажап нәрсе істегеніме қанағаттану. Сіз қарсыласыңыздың ойымен мүлдем келіспей тұрсаңыз да, әрқашан жауабыңызды болымды түрде бастаңыз. Жай ғана алға қадам бас, жолдар өздері-ақ ашылып шыға келеді. Егер де сіз бір нәрсе жасасаңыз және ол өте сәтті шықса, онда онымен тоқтап қалмаңыз. Алға қарай қадам жасап, тағы да біреуін жасаңыз. Маңыздысы одан әрі не істеу керегін анықтап алу. Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағаннан да ғаламат істерге қауқарлы. Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. 12 сағат жұмыс жасаудың міндетті емес, бірақ басың үнемі істеу керек. Жанында 5 жыл жүріп тани алмаған адамды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Каналыма жазылып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.
Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарияға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз.